23 тамызда тұңғыш рет құрылтай сайлауы өтеді. Еліміз үшін маңызды науқанға қазір республика бойынша дайындық қызу. Ал аудандағы әзірлік қандай? Тілші баяндасын. Санаулы күндерден кейін нақтырақ айтсақ 23 тамыз күні құрылтай сайлауы өтеді. Енді елімізде бір палаталы құрылтай жұмыс істейді. Оның құрамына 145 депутат сайланады. Сайлау бұрынғыдай партиялық тізімде өткізіледі. Сайлауда өзіңізге ұсынылған 7 партияның біріне дауыс беруіңіз қажет. Ескерте кететін бір жайт бар, таңдауыңыз көрсетілген бюллетенді суретке түсіріп, желіге жүктеуге тыйым салынады. Қордағының аудан бойынша 59 сайлау учаскесі құрылған. Ол барлықты жұмыс атқарылды. Жалпы аудан бойынша 89-21 сайлаушы бар. Енді қазір сайлау учаскесі жұмыс атқаруда. Сайлаудың әділ өтуі де қатаң бақылауда. Бүгінде ауданда партиялардың 80 сенімді өкіл тіркеліпті. Бұдан бөлек облыстық және республикалық қоғамдық бірлестіктер бақылаушы қызметін атқаратын болады. Қоса кетейік, әр сайлаушы учаскеге келіп, өз деректерін тізімнен жіті тексере алады. Немесе өзіңіз дауыс беретін орында онлайн анықтаудың да жолы бар. Егер де сайлау учаскеге келмей қалған жағдайда, олар қазіргі заманауи гиперсілтемелер бар. Сайлау орталық сайлау комиссиясының ресми сайтында боттар бар. Оған өз мекен-жайын енгізсе, сол сайлаушының қай сайлау учаскесі тіркелгенін көруге болады. Егер саяси науқан өтетін күні қандай да бір себеппен сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігіңіз болмаса, алдын ала өзіңіз дауыс беретін орынға барып, өтініш жазып, есептен шығару куәлігін ала аласыз. Осылайша кез келген учаскеде дауыс беруге болады. Бірақ аталмыш куәлікті онлайн түрде алу мүмкіндігі жоқ. Еске салайық, әр сайлау болашақ үшін жасалатын таңдау. Аулаған азаматтардың белсенді қатысуға басты мәселе. Нұрбақыт Мұсадилаұлы, Еркебұлан Болатұлы, Дәулет Акимов, 24 Ньюс.